Егер сіз жүрегіңізде білім шырағы бар ұстаз болсаңыз, өзгелер де одан от алсын деп, ағылшын тарихшы, жазушы Томас Фюллер айтқандай, жүрегімізде қандай от жалындаса, біз соны бере аламыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Елімізде орын алып жатқан төтенше жағдайларға байланысты қашықтан оқытудың тиімділігі күннен күнге артып барады. Бүгінгі үздік тарихшы 2021 байқауына қатысушы номер 26 орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі мен Жамет Алдияр Жаметұлы. Бір сабақ, бір әлем атты кезең бойынша мен өзімнің 8-ші А сыныбына өткізілген сабағымды ұсынғалы отырмын. Сабақ барысында Zoom платформасы, оқушыларды қызықтыру үшін Learning Apps программасы және де Білімленд сабақтарын, сонымен қоса WhatsApp әлеуметтік желісін пайдаландым. Олай болса, назарларыңызды экранға аударыңыздар. Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз 20 ғасырдың 20-30 жылдардағы қазақ өнерінің дамуы. Енді сабағымызды бастамас бұрын жағымды ахуал қалыптастырып алайық. Ол үшін бізге сағат бойынша достар деп аталатын психологиялық тренингтен өтуіміз керек. Бірінші, қошеметтеңіз, яғни шапалақ ұрамыз, басыңызды иіңіз. Күлімсірейіңіз дейді. Күлеміз. Қол бұлғаңыз. Жалпы қазақ өнері бізде 20 ғасырдың 20 жылдары әлем сахнасында белгілі болды. Оның алғашқыларының бірі болып бізде Әміре Қашаубаев. Әміре Қашаубаев 1925 жылы Парижде өткен экспо көрмесінде қазақтың дударай, қара бидай, қызыл бидай әндерін орындап, әлемді таң қалдырды. Сонымен қатар 1927 жылы Әміре Қашаубаев Германияда өткен музыкалық көрмеде ән шырқап, өз өнерімен жұртты таң қалдырды. Қажымұқан Мұхайтпасов жалпы әлемдік спорт сахнасында қазақтың атын әлемге танытқан әйгілі палуан. Қажымұқан Мұхайтпасов әлемнің 54 мемлекетінде болып, 48 медаль иеленген. Және де 1927 жылы Қажымұқан Мұхайтпасовқа қазақтың батыры атағы беріледі. Тапсырма бізде тұлғаның таны деп аталады. Яғни мына жерде тұлғаның суреттері берілген, бағана айтылған. Дина Нұрпейісова. Дина Нұрпейісова. Дина Нұрпейісова. Қажымұқан Мұхайтпасов. Қазақтан шыққан суретші Әбілхан Қастеев. Енді қазақтың мың әні жинағының авторы Александр Затаевич. Жарайсың, сен барлығын дұрыс орындадың, яғни бәрі дұрыс. Оқушылар, келесі тапсырма бізде сәйкестендіру деп аталады. Ол тапсырманы орындау үшін экранға қарайық. Бұл жерде белгілі тұлғалар берілген, яғни қазақ өнерін дамытушы. Бізде Әміре Қашаубаев Германияда өнер көрсетті. Қай жыл өнер көрсетті? 27 жыл. Қазақ Майра қазақ халқының мың әні авторының жинағы Александр Затаевич. Жарайсыңдар. Үйге тапсырма WhatsApp желісінде мен Білімленд сілтемесін жібердім қазір. Сол бойынша үйден ашып, Білімленд сайты бойынша тапсырма орындаймыз. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.